әнші, қазақ эстрадасының жұлдызы Алтынай Жорабаева өзінің Instagram парақшасында халықты жақсы жаңалықтармен бөлісуге шақырды. Жақсы сөз жарымы рас. Жылы сөз жаныңызды жадыратып жібереді ғой. Әрдайым жақсы сөйлеп жүретін адам сынақты да сабырмен қабылдайтыны анық. Қанша күн қаралы хабардан көз ашпай қалдық. Өзі аз қазақтың қойдай қырылып бара жатқаны жанымызға батып кетті. Алайда Алланың есебі тура. Жылаған көзге жас берем дейді Алла. Бұл күндері көбіміз қит ете шағым айтқыш болып қалдық. Шүкірімізді ысырып қойдық. Жан-жағымыздан тек жамандық көріп, біреудің шалыс басқанын аңдып жүретін халге жеттік. Карантинде табысы азайып, қиналып онлайн сатуды үйреніп жарнамалап жатқанға да ұрсамыз. Адам өліп жатқанда не болды сонша деп. Мінекей, ол тірі. Өлмеу үшін, отбасын асырау үшін, емделу үшін ол өз жұмысын жүргізуі тиіс. Кеше көңіліміз толмай, дастарханына сын айтып жүретін тойыңызға да жете алмай қалды көп қазақ. Осы күніңе шағым айтып жатсың ба? Одан да зорын көрсетейін дегені шығар жаратқанның. Тек әттеген айы сол қауымның пейілі тарылғаны себепті қазақтың қаймақтары өмірден өтіп жатыр. Ұмытпайық, шүкір етсек арттыра береді Раббымыз. Жақсы сөйлеп, жақсы ойлап, армандап, дұға етейік. Жаныңызға керектігін бәрін тізіп жазып, тілейіңіз Алладан. Өзіңізде бар нығметті көре білген кезде жоқ нәрселерді Алла өз береді. Желіні толтырып жаман нәрсе жазғанша позитивті дүниелер таратайық. Әр пост сторис салған кезде елде осындай жағдай, сен неге бұндай пост саласың деп негатив таратпайықшы. Әнімізді айту, көңілдеріңізді аулау, ізгілік тарату, жақсы көңіл күй сыйлағымыз келетінін түсінсеңіз екен. Ел қуанса да, қайғырса да әнімізбен қолдағымыз келеді. Қандай да болса мемлекет өзіміздікі, өмір өзіміздікі. Екінші рет қайта мүмкіндік берілмейді. Бір рет берілген өмірді берекелі сүрейікші, деп жазды Алтынай Жорабаева өзінің парақшасында.